шоқан уәлиханов атындағы жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы актер, режиссер, театр педагогі, Қазақстанның халық артисі Тұңғышбай Қадырұлы Жаманқұловтың 75 жасқа толуына орай талантты актер Дара Тұлға атты медиа-шоурумды онлайн оқырмандар назарына ұсынады. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы халық артисінің бірі Тұңғышбай Жаманқұлов қазақ кино өнері мен театр сахнасына қойылған көптеген спектакльдердің орталық һәм басты кейіпкерлерін бейнелерін жасап, репертуар ауыртпалығын қаранардай көтерген талант иесі. Мұхтар Әуезов атындағы академиялық қазақ драма театр сахнасында Бақтығұл, Демесін, Сырым, Абылайхан, Әбутәліп тағы басқа рөлдерді сомдап, ұлттық және әлемдік театр мектептерінің дәстүрін терең меңгерген, диапазоны кең актер екендігін танытты. Актер Қазақстанның кино өнерінің дамуына да елеулі үлес қосып, Чекист, Тәңірберген, Оразберген, Болат, Әзімхан, Қайырхан, Құнанбай бейнелерін өзіне тән ерекше шеберлікпен сомдап шықты. Жаманқұлов қалың көрермен қауымға ұлттық бояуын қандыра айтатын өзіндік әншілік даралығымен танылған шебер актер. Өз қаламынан шыққан сөз, шер кітаптарының авторы. Тұңғышбай Әл-Тарази Жаманқұлов қазақ өнерінің ірі тұлғасы. Бүгінде бүкіл қазақ елі ғана емес, төрткүл дүниеге әйгілі болған өнер сүйер қауымның көз айымына айналған айшықты сахна шебері. Сындарлы суреткер, терең ойлы ғалым, ұлағатты ұстаз, көрнекті қоғам қайраткері.